Сәлем достар, сіздермен бірге мен Тұғжан. Және бүгінгі видеода мен өз мәселелерім туралы айтуды жалғастыратын боламын. Бүгінгі мен талқылайтын мәселе бұл достық мәселесі. Мен үшін өте ауру тақырып деуге болады. Мен мүлдем адамдармен достаса алмаймын. Және менің достарым жоқ. Егер сіздер мен мына видеомды көрсеңіздер, менің социофоб екенімді білетін шығарсыздар. Және де бұл социофобияның бір осындай жаман жағы деуге болады. Яғни мен адамдармен мүлдем достаса алмаймын. Және давайте алдымен вообще қандай адамды мен дос деп айта аламын. Осыған тоқталайық. Мүмкін менің дос туралы понятияларым мүлдем басқа, және де мүмкін сол себепті менің достарым жоқ. Қандай адамды мен дос деп айта аламын? Біріншіден, яғни сен бұл адаммен тек бір жерде ғана емес, басқа жерлерде кездесесің, сөйлесесің. Мысалы, бұл сен сыныптасың болса, сен онымен не только мектепте сөйлесесің, көрсесің, но и басқа жерде де, допустим, бірге қыдырып, немесе басқа жерде как-то кездесіп сөйлесесің. Или, мысалы, әлеуметтік жерлерде переписываться етіп. В общем-то, тек бір жерде ғана кездесіп сөйлеспейсің, но и басқа кездерде де тоже. Және де екінші бұл ортақ естеліктер, және де мүмкін ортақ әзілдердің болуы. Бұл вообще ең такой маңызды нәрсе. Яғни сендерде обязательно какой-то бір ортақ күшті естеліктер болу керек, чтобы есіңде ме, былай істеп едік қой дегендей осындай естеліктер болу керек. Әзілдер какой-нибудь, допустим, сендер ғана түсінетін. Және де үшіншіден, әрине де дос ол сені әрқашан түсінеді, әрқашан көмектеседі. Бұны даже айтудың да керек жоқ шығар. В принципе, осындай пункттар болса, бұл адамды, в принципе, дос деп айтуға болады деп ойлаймын. Негізі менің достарым болған, аулада достарым болған, және де бұл мен, в принципе, өмірімдегі жалғыз достар деп айтуға болады. Бірақ олар көшіп кетті басқа қалаға, және де мен қазір особо сөйлеспеймін олармен. Ал басқа жерлерде, мектепте, мысалы, мен 11 жыл бойы оқып, мектепте бірде-бір досым болып көрген емес. Вообще. Хотя менде өте көп мүмкіндіктер болды. Мен өз өмірімде өте көп күшті, қызықты адамдарды кездестірдім. Және мен олармен дос болғым келуші еді, және де олар да, наверное, менімен дос болғылары келуші еді. Бірақ менде ештеңе шыққан жоқ, короче. Короче, ешкіммен мен вообще. Және де енді себептеріне тоқталайық, неліктен менің достарым жоқ. Бірінші себеп, мен адамдармен сөйлесе алмаймын. Мен білмеймін, даже қандай тақырыптарға сөйлесуге болады, не сұрауға болады. Вообще мен миым просто осындай пустой деуге болады. А еще мен өте көп ойланамын, және де маған бір сұрақ қойғанда мен дұрыс жауап бере алмаймын. Как-то не по теме жауап беремін. Себебі маған бұл сұраққа жауап беру үшін өте көп ойлану керек. Поэтому мен, в принципе, какой-то бір диалог құрау
мүмкін емес. Поэтому мен ешкіммен даже сөйлеспеймін особо. Потому что вообще сөйлесе алмаймын. Даже телефон арқылы вообще ешқалай адамдармен мүлдем сөйлесе алмаймын. Маған бұл өте қиын. Сол себепті мен осындай вот видео түсіремін, наверное. Потому что білмеймін, кімге тағы айтсам болады осындай ойларымды. Екіншіден, мен адамдардан қашамын. Мен адамдардан қорқамын деуге болады. Білмеймін, мен вообще қорқамын адамдармен жақындасуға как-то. Білмеймін неге екенін. Мне кажется, мен маңдайымда прям жазылып тұр. Маған жақындамаңдар. Маған өте бір түрлі сезіну, что мен там біреуге қызықтымын. Типа, мына адамға менімен қызықты сөйлескен. Типа, чё вообще? Типа, саған реально ұнай ма менімен сөйлескен? Типа, что? Білмеймін, мен даже, кажется, какой-то бір недостойный сезінем өзімді дос болуға. Өзімді өте какой-то бір не очень, ненормальный, какой-то бір түрлі адам секілді сезінем өзімді. Бұл дұрыс емес, бұлай ойлау. Типа, қалай мынандай адаммен дос боласың, егер осыған вот так вот маған жақындама деп тұрса, қалай бұндай адаммен достасасың, иә. Және үшінші себеп, мен тым жалғыздыққа үйреніп алдым. Және білмеймін, мен даже уақытым жоқ сияқты, там достармен сөйлесуге, там бір жерге шығып қыдыруға. Білмеймін, мен үйде вообще особо ішім пыспайды. Мен обязательно өзіме какой-то бір нәрсе тауып аламын айналысуға. Бірдеңке жасаймын қолмен, либо там кино көремін, сериал көремін. В общем-то, менде мынандай болмайды, ой, ішім пысып тұр, біреуге жазу керек, біреумен сөйлесу керек, достармен бір жерге шығу керек. Білмеймін, менде ондай даже ой пайда болмайды. Да и вообще, дос бұл какой-то бір жауапкершілік сияқты. Яғни сен онымен сөйлесу керексің, бір жерге там қыдыру керексің обязательно, жазу керексің, звондау керексің. Әйтпесе оған сенен қызықсыз болып кетеді, и все, осымен достық бітеді, наверное. Сол себепті, иә, менің достарым жоқ деуге болады. Ал енді достардың жоқтығының плюстар мен минустарына тоқталайық. Және де бірінші плюс бұл бос уақыттың көп болуы, әрине де. Иә, бұл мен үшін өте маңызды, себебі мен үйде өте көп нәрсемен айналысамын, там шығармашылықпен айналысамын. Допустим, сен бірнекемен айналысып жатсың, и саған досың жазады, о, давай бүгін бір жерге барайық деп, и саған бүкіл пландарыңды отменить ету керек. В общем-то, иә, бұл біраз не очень, иә. Және бұл, в принципе, жалғыз плюс достардың болмауының. Ал енді минустарына тоқталайық. Және бірінші минус бұл достарсыз біраз қызықсыз. Мен просто там инстаграмда всякие көрем, там стористарын біреулердің, и там бүкілі прям достармен жүреді, там қыдырып, қуып, күліп, а сен просто үйде отырсың жалғыз, и біраз көңілсіз болып кетеді. А еще мектепте там бүкілі өз достарымен бірге отырады, допустим, партада, а сен просто жалғыз отырасың, потому что сенің достарың жоқ. Тоже біраз қызықсыз, конечно. Және екінші минус, яғни көмектесетін, как-то сөйлесетін адамның болмауы. Яғни досың болса, одан әрқашан көмек сұрауға болады. Допустим, ақшам болмаса, досың саған төлеп береді, бірдеңке алып
береді да. Даже банально саған орын алып қояды, допустим, мектепте, допустим, саған орын алып қояды. В общем-то, осындай даже мелочьтар болғанымен өте вот приятно, когда вот досың бар, который саған әрқашан көмек береді. Сені түсінеді. Конечно, бұл өте күшті. Менде міне, в принципе, осымен видео аяқталды деуге болады. Менде надеюсь, что когда-нибудь бұл мәселені шеше аламын деген ойдамын. Себебі өте қиын. Өте қиын социофобиямен өмір сүрген. Сіздер просто даже елестете алмайсыздар. Қаншалықты бұл қиын. Адамдармен сөйлесе алмау. Просто ужасно. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.